Қымбатты көрермендер, біздің қыздар дәл қазір кроссворд шешуде. Біз оларға осындай тапсырма бердік. Сонымен кроссвордтарын қалай шешіп жатыр екен? Қазір тамашалаймыз. Я, мынау біздің қызғалдақ. Қызғалдақ, сен қанша сұраққа жауап таптың? Ой, гүл емес. Қанша сұраққа жауап таптың дегенде, мына жерде вообще мына сұрақты қара, вообще келіспейді. Түсінбеймін бар ғой, кім жасаған? Енді квартетте қанша адам болады деген сұрақ, я? Я. Енді ол күнге байланысты ғой. Мысалға, дүйсенбі болса, о жақта вообще ешкім болмайды. Ал сенбі болатын болса, адам көп болады, столға бронь қою керек қой. Қалай сонда? Гүл емес. Квартет деген ол караоке емес па? Барып өлең айтатын. Ал мынау біздің Бақытгүл. Я, Бақытгүл, сен қалай шешіп жатырсың кроссвордта? Мен түсінбей тұрғаным, мұндай сұрақ тұр. Қан қысымы немен өлшейді дейді. Қалай немен өлшейді? Дұрыс емес. Сұрақтың өзі дұрыс емес. Ойлаш, ол деген шешіле салатын нәрсе емес қой, ол деген тағдыр ғой. Ол деген өмір ғой. Ол деген негізі бар ғой. Ал мынау біздің красавица Жасмин. Жасмин, сен қанша сұраққа жауап таптың? Я, мен таптым. Бірақ мұнда бір клетка жетіспейді. Сұрақ? Египет астанасы. Мен Дубай дедім. Енді мұнда 4 клетка біреу жетпейді дедім ғой. Блин, кім құраған мынаны? Дұрыс емес па? Кім құраған? Сенікі дұрысын, Жасмин. Рахмет саған. Ал мынау біздің Раушан. Раушанның тоқтамай жазып жатқанына қарағанда көп нәрсені шешіп тастаған. Я, анау сөздерін байланыстыра алмай. Тамаша. Қане? Қалай? Қара, қандай ән дейді? Алма ағаштың гүліндей ау, текеметтің түріндей ай, өтіп дәурен бара жатыр, сізбен бізге білінбей ай. Сен кроссворд емес, басқа нәрсе шешіп кеттің, Раушан гүлім ай. Рахмет, Раушан. Ол жасы, Райхан біздің красавица. Я, Райхан, сенің кроссвордың қайда? Мына жердің бәрі чаң-чаң ғой, сосын орындығыма жайып салдым. Чаң-чаң болған үшін ба? Е. Міне, біздің қыздар осындай. Gülgül Show! Отбасы болған соң ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Әл егерде жиі ыдыс аяқ сылдырлап тұрса, демек отбасылық психологқа бару керек. Сонымен біздің Бақытгүл сондай бір отбасылық психолог болып жұмыс жасайды. Тамашалаймыз.
мыналардың өздерінің бір келе беретіндерін ай. Мен бір проблемам жоқтай. Кіріңіз. Рұқсат па? Ануар, не істеп жүрсің? Бақытгүл? Иә? Нема Бақытгүл, кешірім өтінем. Сен осында істейсің бе? Иә, осында. Нема Бақытгүл, сенің приемыңа мен әйеліммен келбекте. Сенің мұнда жұмыс істейтін білген жоқпыз. Неме Бақытгүл, біз енді екеуміздің жүргеніміз жайында айтып қоймаш, өтініп сұрайын, пожалуйста, иә? Жарай ма? Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Сен бұрын кетіп қалыпсың ғой. Қош келдіңіз, отырыңыз. Аха, отырыңыздар. Ой, отырыңыздар енді. Ой, Иә. мен сізді осы семейный проблеманы шешетін ең күшті психолог ретінде отзывтарыңызды оқыдым. Рахмет. Сіздің бізге көмегіңіз қажет. Енді қазіргі таңда күйеуім екеуміздің арақатынасымыз онша жақсы болмай жүр. Енді жақсы болмағанда былай ғой, таңертең күйеуім жұмысқа кетеді, кешке дейін үйде жоқ, ал мен таңертеңнен кешке дейін баламен үйде, күйбең тіршілік, бір-бірімізді көрмейміз. Мен білмеймін, бірдеңе жетпейді бар ғой, бақытты отбасы болуға бірдеңе жетпей тұрған сияқты. Сіздердің сонда уже балаларыңыз бар ма? Қалай Уже деппін ғой. Есіміңіз? Есімім Қызғалдақ. Қызғалдақ ханым. Енді сізге қарасам, сондай стройная, фигурнаясыз. Енді әдемісіз дегенім ғой. Сізге қарасам, бір баласы жоқ, баласы бар деген адамға ұқсамайсыз енді. Рахмет. Енді сізге қарасам, бір спортзалға бару керек. Сізге кішкене масы қосу керек, семіру керек, сімірейіп деп, салмақ қосу керек сізге. Сізде бәрі жақсы. Дұрыс айтасыз. Барға мен де айтам болған. Ана спортзалға барсаш деймін, жүре бересің бе осы үйленген адам бір кішкене солы, енді бір кішкене салмақ жинап өзгеру айтасыз, дұрыс айтасыз. Барғымақ келеді ғой, бірақ енді расында да бір мүмкін басқа психологқа барамыз, Біз профессионалға келіп отырмыз. Тыныш отыр. Профессионал түгі жоқ қой? Тыныш отыр. Ал, кім бұл? Кім? Кім екен? Профессионал кім болғанда профессионалдан да жоғарғы деңгейдегі жұмыс істейтін психолог деп айтқым келеді. Рахмет. Енді психолог ханым, мынандай жағдай болып тұр ғой бізде. Жаңа сол күйбең тіршілік одан кейін бұл маған сыйлық беруін вообще қойып кетті. Сыйлық бермейді. Маған көңіл аудармайды. Білмеймін, не болғаным бар ғой, сол жағында кішкене бір қарап жүрсеңіз. Бұл жерде мұндай ғой енді. Сізде енді бұнда жағдайда енді көп кездеседі ғой. Ерлі-зайыптылардың арасында көбінесе күйеулері әйелдерінен сезімі суып қалған. Сондай кезде сыйлық беруді азайтады, сондай өздері еркектердің сондай әдеттері бар енді. Мүмкін сондай шығар күйеуіңізде. Жоқ, ондай не? Жоқ, ондай істемем, жоқ. Жан, мен беріп жүрмін ғой, жаным, саған. Не беріп жүрсің? Сыйлық беріп жүрмін ғой. Қашан? Ой, өткенде бердім ғой. Қашан? Гүл бердім, туған күнімде гүл бердім. Ресторанға апардым. Ой, өткенде қарағатта отырдық қой. Әнуар мырза, сіздің әйеліңіздің туған күні қашан? Иә, қашан? Қашан болғанда енді? 15-і? 15-і? Жа, 16-сы. 16-сы? 19-ы? 19-ы? 29-ы менің туған күнім. Иә. 29-ы. Ой, бұл кеттім, айбет. Қай ай? Наурыз. Ноябрь. Так, стоп. Көрдіңіз ба? Сен менен сыйлық сыйламағанына бір жыл болған. Енді Қызғалдақ Бір жыл уақыт мен туған күнім өткенде, ал сен босанмағанына вообще сыйлық. Қызғалдақ ханым, сабыр сақтаңыз енді. Ондай жағдайлар көп кездеседі ғой енді. Негізінде сізге көбінесе раушан гүлін сыйлайды ма? Күйеуіңіз? Или қандай гүл сыйлайды? Айттым ғой, керемет психолог деп. Айттым ғой.
до такой степени сені қандай гүл сыйлайтынын біліп тұр ғой. Қайдан біліп қойдың? Енді мен бұндай еркектерді білем ғой. Күнде қабылдауымызда болады, көреміз деген сияқты. Білем ғой мен бұндайлардың не сыйлайтынын. Раушан гүл сыйлайды бар ғой. Біледі ғой, профессионал болғаннан кейін өстіп айтып тұрған жоқпын расында да. Енді ше, мен сіздерге қарап отырмын ғой. Қызғалдақ ханым, сіздердің мынау отбасыларыңызда болып жатқан проблемаларды қарап отырсам, сіздерде тек қана бір ғана проблема бар. Сізде проблема жоқ. Сізде жоқ. Сіз енді өте әдемі, сіз сондай керемет жансыз. Проблема сіздің күйеуіңізде. Әнуар мырза, проблема сізде. Кетейік. Сізде, ау? Сонда не қандай? Міне сізде проблема. Сізге спортзалға бару керек. Сізге кішкенен осындай сұлу әйелдің жанында, құлпырып жүретін әйелдің жанында енді салмақ қосу керек. Жүгіру керек деген сияқты. Сізге енді сүмірейіп деппін ғой, салмақ қосу керек. Білмеймін енді, алттан бастап жүгіресіз бе, оннан бастап жүгіресіз бе. Сосын осындай сұлу әйелдіге айына бір емес, 2-3 рет гүл сыйлау керек. Дұрыс айт. Және бағалы сыйлықтармен қуатып тұру керек. Болды. Сіздерде проблема жоқ. Осы проблеманы шешсеңіздер, сіздердің отбасыларыңызда ұрыс болмайды. Бәрі жақсы болады. Мажан, біз негізі психологқа келдік пе, диетологқа келдік пе? Әнуар мырза, сұрағыңыз бар ма? Сен не сонда мен жақсы көрмейсің бе? Жоқ, Сен жақсы сонда көрем. мен тұрғың келмей ма? Не алып келмейді? Сен сонда не маған сыйлық бергің келмей ма? Жоқ, жаным. Жоқ, сен мен сонда маған көңіл бөлгің келмей ма? Көңіл берем. Жан. Бәрі жақсы болады. Я, ерем жаным. Қандай сыйлық дедің жаңа? Анау бар ғой, Луи Виттондағы туфли көріп едім. Осыны алып бересің бе? Болды, әперем жаным. Дубайға барамыз ба? Последний зарплатамен берем. Ана шуба алып бересің бе? Пенсионның бәрін саған саламын жаным. Көрдіңіз бе? Көрдіңіз бе? Міне, Әнуар мырза, көрдіңіз бе? Еліңіздің қалай құлпырып шыққаны? Міне, осы проблеманы жөндесеңіз болды. Болды, жөндейміз. Жаным, сыйлығыңызда бәрін әперем. Бірақ мен кішкене далаға шығып, бір таза болып шығып берейінші, давлением көтеріліп тұр ма, бірдеңе болсын. Таза болып шығып қайтыңыз. Пайдалы. Болды, жаным. Далада күтім. Иә? Керемет, Әнуар мырза, гүліңізді ұмытпаңыз. Сау болыңыз, иә. Иә, жақсы гүліңізді күтемін далада. Жаным, рахмет саған. Сен болмағанда не істейтін едім? Бәрі құрсын, Дубайға шапты. Айттым ғой саған любой время кел деп. Енді мен сендерді жеке психологтар. Керемет. Арғайым, сені тіпті танымайтын адам болсаң. Ой, күйеуім актер екен ғой. сен де актрисасыз деймін. Айтпа. Ладно, давай. Бар. Подружка. Саған звондаған кезде телефонда бол. Болды енді бар. Көп звондай бермеңдер. Давай, пока. Жасмин! Қалайсың? Ей, не болған? Түрің бәрі ақ кетті ғой, да? Ту, қалай түсіндірсем екен? Қалай бар, солай түсіндір. Я в шоке! Не, кеше үйге барсам, төсегімнің астында бір қыз тыр жалаңаш жатыр. Кедей. Мама, күйеуің қандай ұңбаған? Не істедің, ажырастыңдар ма? Ұрдың ба, күйеуіңді соқтың, ана қызбен не істедің? Ужас, сен қалай шыдап тұрсың мынандайға? Бұндай күйеулердің бәрі... Тоқта, ол былай ғой. Менің күйеуім жоқ қой. Мен бойдақпын ғой. Үйленудің ең маңызды сәттерінің бірі ол беташар. Бірақ беташардың боларынан болатыс қызық дейді ғой. Сонымен біздің жаңадан түскен келініміз Қызғалдақ жеңгелерімен бірге беташарға дайындалу үстінде. Бірге тамашалаймыз. Я сондай енді. Иә, дұрыс айтасың. Қызғалдақ, мынау біздің шаңыраққа енді келін болып түсіп отыр екенсің өзің. Біз енді сен ренжітпейміз. Көмек керек болып тұрса, мынау сұра, жеңгеңнен де сұра, менен де сұра. Біз сен енді
қолымызға қонып отқан құсымызсың ғой сен енді айналайын. Айналайын, ботам-ау. Басында енді бәрі кішкене қиналады, үйіне қайтқысы келіп, солай қиындау болады енді. Кейінен үйреніп кетесің. Қазіргі бізде жылына бір-ақ рет барамыз ғой ауылға, иә? Әй, Күйзеліске түсіп отыр мынау. қызғалдақ. Ау? Ойбай, жаңадан бері наушник тығып отырсың ба құлағыңа? Қанша әңгіме айтып тастадық қой. Әй, біз жеңге ретінде саған ақыл айтып отырмыз ғой. Наушник емес. Ойбай. Өз ақылдарыңды өздеріңе ала қойыңдаршы. Менің өз ақылым өзіме жетеді. Жеңеше, мұнда кесіңдер ғой. Скоро бастаймыз. Я, бастасаң, басташы тезірек. Короче, мен саған айтайын, Анвар. Мен 5-ақ рет салам болды. И так кеше фитнестан белім қатты ауырып тұр бар ғой, шыдатпай жатыр. Жаным, олай болмайды ғой. Ан жақта қаншама 20 шақты адам жиналып қойды, бәріне сәлем беру керек. Қойшы, айтып тұрмын ғой саған 5-ақ ретте болды. Ануар, бүгін не? Сенің беташарың болып жатыр ма? Неге? Маскың шешіліп жатыр ғой, подкаблук екенсің. Не ол? Қойдыршы осындайларыңды. Жарайды, мен қазір келем. Ойбай, подкаблук деп қояды. Ужас. Ужас? Мен ужас па? Ужас деген сенің бетіңді ашқанда ужас болған шығар. Ойбай, келін болып түсетін білесің, неменеге барасың? Кеше. Жеңешелер, жаным, 8 рет берсең болды. Мен саған айттым ғой 5 рет деп. Болды 5 рет. Ой, есің дұрыс па? Ана жақтағы бүкіл көршілерім, інілерім бәрін сызып тастадың ғой списокты. Қойшы, мен белім ауырып тұр. Одан да келші, мен белімді уқалашы мына жерінде. Әй, 5 рет деген болмайды. Мен деген келін болып түскен кезде 50 рет сәлем бергенмін. 50 адамға тұрып. 5 рет деген болмайды біздің шаңырақта. Не нәрсе 5 рет деген? Жоқ, мен 5 рет Елден ұят емес па? Жоқ, болды. Әй, Ануар, мынауың ертең келін шай болған кезде мен минимум 5 рет, максимум бет қалай ет өзі? Шатастық қой? Орысшада білмейміз мынау сияқты. 5-ақ рет шай құям деп тұрмасын. Солды айтсам, Отырамыз ба біз құйып? Шай? Келін шай? келін шай бар әлі алда. Мен келін шай құйым керек па? Шай құйым керек па біреуге? Кім құяды еді, біз құямыз ба? Мен сонда не, үй қызметшісіне ұқсап тұрмын ба? Қолдарың бар, аяқтарың бар, өздеріңе құйып алыңдар. Болды. Бәрімен ақылдасып келдім. 7 рет берсең болды. 7 рет берсең болды. Ана атамның көзі көрмейді, оған бермей қойсаң болады. Мен саған айттым ғой, 5 рет деп. Все. Егер 5 рет салмасам, онда мен кетем. Жынды ма кетем дегенде, сонда менің бетімді ашпайтын шығар еді. 5 рет болды. 5 ретке келістір, списіңді қысқарт. Әйтпесе мен кетем болды. Анвар, өзің шеш. Түсіндің ба? Әй, мынау деген ертең Ануарға обал ғой. Біз арасында бір келіп бір кетеміз. Айту керек. Өзінен көрсін. Әй, қызғалдақ. Қызғалдақ! Не болды? Енді құлағына наушнигін тығып ала бересің ғой. Қайта. Тыңда енді біз айтайық. Сөз берсең. Мынау деген ер азамат осы үйдегі сенің пірің, сенің тірегің. Сен оны сыйлау керексің. Сен осы үйге келін болып түскеннен кейін ер азамат деген ойбай, ол деген сені биік тұру керек қой. Бір саты төмен тұрасың ғой сен одан. Мынау да звондап қоймайды. Ақылдарың таусылмайды. Алло? Әй, не? Звондай бермеші айналайын. Қайта звондап. Не? Өзім білем қайда барам. Қашан қайтам, не істейсің? Жина ана үйді. Жудың ба болды? Балаларды аяқ киімдерін тазаладың ба? Болды. Енді не істейсің? Қаяқтан білейін, ыдыстарды жу онда. Давай. Солай, күйеуім ғой. Звондай береді. Так, келістім. В общем, былай істейтін болдық. 5 рет сәлем бересің, мама мен папама бермей қой, кейін бере саласың. Бағанан бері сөйтпейсің ба? Анау, мынау деп созып тегі. Тезірек, давайте, бұл берсек. Кешіріңіздер, жеңешелер, алтын жеңешелер, қалдарыңыз қалай. Ануар мырза, сізді іздеп жүрген. Бағанана спискті берсеңіз, кімге сәлем беру керек соны. 5-ақ адамға салам мен, 5-ақ адамға. Тезірек дайындалайықшы. Не ашып кетті? Осақ па? Не ол? 5-ақ адамға сәлем сала ма? Я 5-ақ адамға салам. Болды. Өздеріңіз енді қараңыздар, бірақ енді ақша аз түседі бірақ. Сонда қалай, беташар бізге түсіп кетейін деп тұрсыңдар ма? Енді табақ сіздерде қалады ғой.
Қой? Рас па? Рас. Ну ты чё? 5-ақ адам аз болады енді. Көп адамға сәлем берсе көп ақша түсе ма деген ғой енді, өздеріңіз қараңыздар енді. Не дейді? Ақша дей ма? Қандай ақша? Енді сіз қанша адамға сәлем салған сайын көп ақша түседі ғой табақтарыңызға. Өздеріңіз аласыздар сол ақшаны. Мен сонда бүйтіп әр адамға салған сайын әр адам ақша сала ма маған? Әрине жеңеше. Қалай сонда? Қанша адам қалды списокта? 5-ақ адам деп тұр ғой. 5-ақ адам. Ана жақта 30 шақтысы бар. 30? Көршілері бар. Оның көршілері бар. Сен бәрін қысқартып тастадың ба? Енді өзің айтты ғой, бағана 5 рет салам деп. Жоға, бәрін қос. Жаңа 30 адамды қос. Одан кейін ана бар ғой, дүкеншіні қос, я. Одан кейін ана көршінің көршісін қос. Олардың туысқанын қос. Далада ойнап жүрген балалар бар ғой, оларды да қос. Ана музыкада отырған бала бар ғой. Менің рекордын асып кетейін деп тұрсың ғой, сен 50 адамға сәлем берген мен кезінде. Мен 100 адамға берем бүгін. Одан кейін бар ғой, сізге де сәлем берейін. Маған керек емес. Берсін. Бәрін қос, бәрін қос. Одан да бүйтейік, я. Қазір жақсылап тұрып репетиция жасайық. Жеңеше? Жаңа келін шайға да ақша сала ма? Иә, салат, келін шайға да салат. Олай болса кетіп жүрді. Мен қазір бүкіл көшені шақырамын. Жанды жалар себелеп, гүлге қонар көбелек, келін түсті ауылға, басқа бақыт не керек ай. Мына көйлекті алсам екен, как раз мына көйлекке мына туфлиді алам. Содан кейін күшті үйлесіп кететін сияқты, я? Ой, қызғалдақ, сәлем. Сәлем, білемес, Равшан, қалайсыңдар? Жақсы. Қалдарың қалай? Өте жақсы. Я, қараңдарш. Қандай жарасымды жұпсыңдар. Осы сендерге қарап таң қалам ше. Бір қолдарың ешқашан ажыраған емес қой. Қосақ қудай, сондай бір керемет, бір әдемі қызығам. Вообще қолдарыңды ажыратпайсыңдар ғой, иә? Қалай есіп жүресіңдер, таң қалам ше. Білесің бе, бұның қолын қазір жіберсем, бұл қымбат бірдеңе сатып алып қоюы мүмкін да, содан кейін. Анада пешші! Былай қарай. Қызғалдақ, жақсы. Былай, Егерде сіз қызбен хат алмасып отырсаңыз, ендеше жақсылап біліп алыңыз. Сіз ол қызбен ғана емес, оның құрбыларымен де сөйлесіп отырсыз деген сөз. Сонымен біздің Жасмин құрбыларымен бірге жігітпен танысуда. Тамашалаймыз. Не деді? Оқышы бірдеңе айтшы бізге. Ол шеше. Сендерге не болған? Өздеріңнің жігіттерің жазып жатқандай. Енді құрбымыз емессің ба? Жарайды. Мүмкін кездесерміз дейді. Қыздар, ғашық болып қалған саған. Сезім болып тұр. Райхан, кешірші енді, сенің бывший жігітің маған жазып жатқанына мен кінәлі емеспін ғой? Жоқ, бәрі күшті, уайымдамаңдар. Отыра бер онда. Кездесейік деп жаз онда. Иә, нормальный болса. Жарайды, солай жазам, ал Кездесейік деп жазса нормально ма? Жоқ, бірден кездесейік деп жазба, бірақ сен бар ғой. енді Егер сен бірден кездесейік деп жазсаң, онда ол сені анандай қыз деп ойлап қалады ғой. Оның ойлайтындай миы да жоқ, уайымдама. Онда кездеспейік деп жаз. жоқ. Олай жазғым келмейді. Енді? Енді? Жазсай бірдеңе. Не жазып жатыр? Қыздар, неге ұзақ ойланып жатырсың деп жазып жіберіп? Енді ұзақ ойланып жатыр қой қыздар. Бәріміз отырып бір хат жаза алмай жатырмыз. 30 минут болды уже. Жаз. Жаз Не деп жазам? Не жазамыз? Ұзақ бірдеңе жазу керек қой енді. Точно. Ұзақ бірдеңе жазу керек, я? Енді қаз қара. Ұзақ жазбасаң, так. ол сені Жазшы. топас деп ойлап қалады. Өзі топас болса қалай біреуді ойлайды, қыздар қойындаршы. Комментатор отыршы.
отыршы, не қарап отырсың? Райхан, айттым ғой саған, ренжіп отырсаң, айтсайшы енді. Жоқ, ренжіп отырған жоқпын. Онда отырсайын, айқа қарап, бері қарап. Жарайды, артыңнан қыздар, не деймін енді? Так, былай жазамыз. Так, Әділет. Әділет. Егер екеуміздің арамызда бәрі жақсы болсын десең, онда общаганың алдына маған гүл алып келді. Сосын 5 шоколад алып келді. 5 шоколад? Қыздар, оның гүл, шоколад алатын көк тиын ақшасы жоқ. Еще, Бақытгүл, 5 шоколад что-то көп сияқты. Енді 5 шоколад деген бесеуміз емес па? Инстаграмға түсем, сосын гүлмен күштім болмай ма? Жемеймін. Жоқ, қыздар, мүлдем дұрыс емес олай деген. Сен қазір солай жазатын болсаң, ол сосын ойлайды сен жеңіл желпі қыз деп. Сол себепті былай жаз, қара маған. Әділет. Тұра. Әділет, мен жеңіл желпі қыз емеспін. Менің жігітпен кездеспегенме баққандай 5 жыл болды. Сол себепті сен... Ойбай, жүрегімді ұшырдың ғой. Кешірші, тұра. Оны точно жазайын ба? Жаз! Не, миыңнан шығып отқан жоқ қой, текст. Айтып отырма, жаз. Ұзақ болу керек қой. Оңай емес қыз екенін білсін. Иә, тұр. Жаз. Одан кейін ол ойлайды. Аха, сосын сен оны нажал басасың. Тұр. Иә, одан кейін ол былай ойлайды. Ол қалай? Бәрін үйрету керек. Айтса енді. Одан кейін былай ойлайды ол. Енді ол жігіт қой все-таки, иә. Өзінше батыр сезінгісі келеді. Содан кейін сенің қыз бала, ол нәзік жан. Дейді, оған мен гүл берейін, шоколад берейін, оны аяйды. Не болды тағы? Ешкімді аямайды. Қаншер. Ол сені аямайтын шығар. Тек қана. Қойшы. Жашы бол тез-тез. Ұят болды ғой. Жарайды, шаштым. Жіберейін ба енді осыны? Оқыш бірінші, не деп жаздың? Міне, мен былай дедім. Әділет, егер де екеуміздің кездесуімізді қаласаң, онда менің общагамның алдына гүл алып кел. Одан кейін 5 шоколад. Көп сияқты емес. Сосын мен жеңіл желпі қыз емеспін. Мен жігітпен жүрмегеніме 5 жылдан асты. Мен шаршап кеттім. Ойбай, мынау деген бір түрлі. Не болып кетті? Білем, қыздар. Қасқайды ғой. Айтыңдаршы енді. Нервная болып кеттің ғой сен әбден. Шығамамыз кейін айтып жатыр қой. Ойлар. Не болды? Поэма жазып кеттің ба дейді. Не дейді? Поэма жазып кеттің. Поэма жазсын деп жатыр ма бізге? Ойбай, поэма жаз. Сен білесің ғой поэмаларды. Айт біреуін. Айт біреуін жазсын. Қайсың? Сен жазып отыр. Білем. Анау бар ғой, Мұқағали Мақатаевтың. Ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын, сол аман ба? О, Тәңірім. Неткен жан қайырылмайтын. Жүрегі еттен бәлде қоладан ба? Осы жаздың ба? Мен емес, сен ғашық сияқтысың ғой Әділетке. Кімге? Әділетке? Сен? Я, сен? Әділетің деген урод қой. Дұрыс айтады. Урод. Енді кешіріңдер енді, Райхан, Раушан, енді просто менің вкусымда емес. Енді қатты емес. Кішкентай. Не деп атсың? Болды, керек емес. Сендер айтам дегенше мен жарайды кездесейік дедім. Шоколадта жоқ енді. Гүл де жоқ. Не дейді енді? Қыздар, сен Райханның құрбысысың ба дейді? Неме алжы отыр анау? Я дейсің ғой, енді күніге жүр ғой. Я деп жаздым. Біліп отыр ғой енді ол. Бірақ, Не бірақ? оны да онда кездесуге алып келе аласың ба? Мен блокқа қойып тастапты. Менің де жанымда досым болады. Ол саған ұнау керек дейді. Айттым ғой, ол мені жақсы көреді. Әдемі, ақшасы бар, красавчик, ақылды менің жігітім. Топас қайда? Топас бала қайда жаңағы? Қашан? Сен айттың ғой топас деп. Я, көк қумандар ше, мен емес. Урод деп атқан еді ғой. Мен айтқан жоқпын. Қашан? Раушан айындамаш. Табылып жүр бір жігіт табармыз саған. Қалай екен? Гүл емес. Ау? Соңғы кездері стресске түсіп жүрмін қатты. Не болып қалды? Білмеймін не болғанын. Осы проблеманы шешейін деп мен кеше психологқа барғам ғой. Психологқа? Иә, психологқа Содан бардым. не деді? Өзім жағдайымды айттым.
айттым. Сөйтіп, көмектесесіз ба дедім. Иә. Көмектесем деді. Аха. Сөйтіп, айтқан бәрін жасағам ғой. Не деді сонда? Енді маған айтты ол, өміріндегі барлық қара дүниенің бәрін алып таста деді. Сосын мен үйге келдім да қара кофтамды мусорға тастадым. Қара джинсымды ана Сәулеге подарить етіп жібердім. Тіпті бар ғой, алдың күні алған айфоным бар емес па, ол да қара еді ғой. Оны да бер жібердім ауылға. Ей, қара айфоныңды да тастап жібердің ба, не істеп? Иә, оны да бер жібер, мен қара дүниенің бәрін ал деді ғой. Бірақ та түк көмектескен жоқ. Құрметті көрермендер, әрбір қыздың ерекшелік әдемілігі болады. Менің ойымша, әлемдегі ең қиын жұмыс сұлулық конкурсында жюри болып отыру. Өйткені сонша әдемі қыздардың ішінен ең әдемісін таңдап алу оңайға соқпайды. Сонымен біздің қыздар Мисс Казахстан байқауының гримеркасында. Көреміз. Так, қыздар. Ал. Ал енді қыздар. Кім жеңді? Бүгін Мен ба? қазір сабыр сақтаңдар қыздар. Бүгін мінекей балықтар сондай әдемі болып киініп келдіңіздер. Сонымен бүгінгі конкурстың жеңімпазы Бақытгүл жігіт деп ойлаймын. Өйткені кел бақ, кел. Молодец. Я, болсын, Бақытгүл өзі Қостанайдың қызы, как раз менің жерлесім. Сіз неге олай айтасыз әлі? Шешілген жоқ қой? Соны айтамыз, әлі жюри деген өзінің нелерін қорытындысын шығарған жоқ. Неге сразу Бақытгүл? Неге мен емес? Тағы да неге мен емес? Сәл түкіріктемей сөйлеші, айналайын. Мен бәрін білгенеген айтып жатырмын. Сондықтан болды, все. Негізі Бақытгүлдің әкесі сондай бір құрметті азамат екен. Ол кісі маған жаңа ғана хабарласты, менің қызым осы конкурстан ұтатын болсын деді. Ал мен қыздар құрметті азаматты сөзін жерге тастай алмаймын. Ужас! Мынау барып тұрған коррупция ғой! Ал мен сонау Алматыдан сол үшін келдім ба? Вообще. Сұмдық мынау. Қыздар, түсініңдер. Енді ол коррупция болған осыған дейін бүкіл конкурстың барлығы честный болып келді. Иә, енді осы жыл ғана осындай болып тұр ғой. Неге? Қалай неге? Мен ойладым ғой, что бәрі честно өтеді деп Это осы жылы. несправедливо. Айналайын, осы жылдың барлығы міне осындай ғана болып тұр ғой. Биыл ғана барлығы честный болып келді. Оның үстіне білесіңдер ғой, үйде ремонт жүріп жатыр. Ол өзіңіздің проблемаңыз. Айналайын, сол проблеманы бірігіп шешейік та. Ал біз ше? Не сендер? Все, Осы жылы. Қоя тұршы, осы жылы дейді, осы жылы сен жеңдің, ал мен келесі жылы қатсамайым, келесі жылы босанам ғой мен. Раушан, менің папамсыз ақ, мен сендерді жеңіп кететім анық қой. Не үшін айтып бұл нәрсенің бәрін шешілген, сондықтан да дайындала беріңдер. Әділетсіздік вообще. Қазір көреміз, қоя тұрыңдар. Алло? Құда, қал жағдайыңыз қалай, жақсы ма? Қазір көреміз. Құда, бала шағама несем ба? Я, құда, мен мына жерге ана қысымына келіп тұредім ғой. Сол бірдеңе қыласыз ба деп. Я, жақсы күтем, құда. Көреміз қазір. Так, қыздар, кешірім өтінем. Бақытгүл, сен ренжіме. Сен әрине әдемісі. Ренжімейсіз. Кешірім өтінем. Қыздар, кешірім өтінем. Сіз кешірім өтінем. Мына коронда сізге бағаның біріндегі айтпайсыз. Сізге әкеңіз сондай бір. Құдаңыз кешірім өтінем. Біз шешіп қойдық қой. Шешкенде енді сіз кешірім өтінем. Бұл кісі әкесі құдасына хабарласқан, құдасы маған хабарласып, бұл кісінің құдасы сондай бір керемет, бір чиновникте, бір жоғары жерде жұмыс істейді екен. Сіздің әрине әкеңізді мен сыйлаймын, бірақ енді келіңіз. Сіздің жегеніңізді мен білгем. Алматыға қайтып баруға желание жоқ. Иә, өйткені менің негізі нағашыларым семейден.
келіңіз. Вообще әділетсіздік бар ғой. Сөзіміз жоқ сізге. Дұрыс еркек азамат екен десек. Жұмыстарын жасаңдар. Басында қалай келістік, солай болу керек. Қарап тұрсам, мына жерде бәрі что-то звонок арқылы шешілетін сияқты ғой. Ну, Иә. Қазір. Алло, жаным. Я көңіл күйім болмай тұр. Я, ой, мына жақта бір Мисс Казахстанға қатысып жатқам ғой. Судан кейін деген что-то барлығы біреуге звондап, біреу құдасына звондап, біреу әкесіне звондап, что-то гран-при солар алып кететін сияқты. Сен маған алып бересің ба? Айтпаймын ешкімге, айтпаймын. Рахмет, жаным. Не болды, қызғалдақ? айтсашы. Не істедің? Қыздар, кешірім өтінем. Кешірім, айбекпей, сен сұлу, әдемісің, бірақ бұл корона, бұлғы мінекей, біздің керемет жан сізге деп айтып тұр. Қалай, неге, кесіз. Қыздар, ренжімеңіздер, сен неге бұрыннан бері айтпайсыз? Осы біздің мінекей конкурсымыздың ең главный несі? Біздің спонсоры. Енді мен басқалар сияқты мақтанбаймын ғой. Келістік қой! Жаным әшей құдаша, сізге... Мені құдам жас үлкен деп келістік қой сізбен. Сізді құдаңызды сізді бәрін сыйлай, бірақ енді өзін түсінесіз, біздің главный спонсорымыз оның сөзінен асып кете алмайды. Көпті көп. Бүгін сіз жеңетін боласыз, сондықтан қыздар айбеттеңдер жұмыстарын жасай беріңдер. Рахмет. Жаным, егер сенің құдаңның жас үлкен болса, менің пупсигімнің лавазым үлкен. Алло! Пап! Мына жерде бір мәселені шешу керек. Да. Не мәселе? Молчать. Так. Не болып кетті, не болып кетті. Кешірім өтінем. Нема? Қалайсыз, бәрі жақсы ма? Сен кесір. Әрине. Мен негізі үнді... Енді менің де қайын жұртым Астанадан, бірақ түсінбейсің. Мен енді бұл ренжімеш енді расында да. Бүгін енді корона кесірім өтінем. Сізді құрметіңізге деп тұрмыз. Сіз бүгін жеңесіз. Міндеттерді жеңесіз. Сізше мынау өзіңізге сондай. Менің қайын жұртым Атыраудан. Сіз жеңетін білген мен сондай. Жаңағана қайын жұртым. Тұра тұрыңдаршы. Сонда бір қыздың папасы квартира, бір қыздың папасы машина беріп жатса, ал Райхандікі сонда сізге не айтты? Жаңа да ол ештеме берген жоқ. Не алдың сонда? Ең басты сол толып кетпесем болды. Сұрақ қоя бермеңдер. Давай. Вообще жарасып тұрған жоқ. Иә, түк жараспайды. Қазақтың қыз алу керек мен сияқты. Не, шыбындар Соны айтам. Қап-қара көйлек киіп Орнына келіп. отыршы. Иә. Шетелния болып тұр ғой. Тура бір трауырға келген сияқты. Мынандай адамға қалай беруге болады? Ұзын тұра, жапшы аузында. Алло, әже. Я, қалыңыз қалай. Рахмет, қарным тоқ. Әже, бірақ мен мұнда жеңе алмайтын сияқтымын. Я. Рахмет. Ойбай! Ей, әже дейді ғой, сенің әжең не береді? Менің әжем зато тоқылған нәскимен 2 банка варенье береді. Маған керек емес бұндай жеңе. 2 банка варенье? 3 банка бермей ма? Сон сен киіп жесең. Үй алып атқанда, машина алып атқанда сенің апаңның вареньясына қарайды ғой дейсің ба? Қыздар, шаршадым. Маған енді байлықта керек жоқ. Ойбай, не болып қалды? Бассейн де керек жоқ, квартира да керек жоқ. Я. Ештеме керек жоқ, қыздар. Өйткені жаңадан келген жюри өздері шешсін. Дұрыс. Жаңа далада тұрғам, бір әже келіп, уағыз айтып батасын беріп кетті.
Әже? Иә. Уағыз бата. Зато менде қыстың күні тоқылған носки мен 2 банка вареньем бар. Қызғалдақ, сен не істеп тұрсың? Дұрыс болды ғой келгенің. Міне, мынандаймын көрші Жасмин. Жемейміз, екеміз диета ұстаймыз деп келістік қой. Я, жемейміз, я? Я? Келістік. Я? Бұлай істейік, Жасмин. Қалай? Давай мен саған қазір жұмбақ жасырам. Егер тапсаң, жейміз, таппасаң, жемейміз. Келістік ба? Жарайды? Дайынсың ба? Я, жасыр. Олай болса, дайынсың ғой? Я? Мұқият тыңда. Өзі көлде, болотада жүреді. Дейді. Қалай? Аха. Сосын кейін құрдан басталады, бақтан аяқталады. Ол не? Ол жираф. Дұрыс. Ей, Я, достар, қырдың қызыл гүліндей, біздің қыздар 8 қырлы бір сырлы, бір сырлы 8 қырлы, сырлы, қырлы, жалпы біздің қыздар осындай.